Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығатын осындай үлпілдек, жұмсақ, өзінің формасын ұстап тұратын, бір жасағаннан сәтті шығатын осындай дәмді пигодидің жасалу жолын ұсынатын боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап, қазақша рецептердің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы су және де қант және де тұз керек. Барлығын біркелкі етіп араластырамын. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Біраз қасық ашытқы яғни дұрыш қосып, барлығы жақсылап тұрып араластырып, қажетті мөлшерде ұн қосып, осылай қолымен жұмсақ қамыр илеймін. Қамырды илеп болғаннан кейін соңына қарай 2 ас қасық өсімдік майын қойып, жақсылап тұрып тағы да біркелкі етіп, осылай орташа тығыздықта қамыр илеймін. Енді осы қамырды жылы жерге бетін салафанмен жауып, көтерілгенше 1 сағатқа қалдырамын. Осы уақыт аралығында салмасын дайындаймын. Ол үшін маған осындай балғын көкөністер, яғни капуста және де пияз керек. Осылардың барлығын соломка етіп, сақтап турап алатын боламын. Барлығын турап алғаннан кейін осылай 10-15 минут қызарғанша баяу отта қуырып алатын боламын. Дәміне қарай тұз бұрышын қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырамын. Салмасына тартылған ет, яғни фаршты қолдандым. Оның үстіне алдын ала қуырылған капуста мен пиязды қосып, дәміне қарай тұз бұрышын салып, жақсылап тұрып араластырдым. Және де 2 ас қасық соевый соус қостым. Ол осы видеода түспей қалыпты. Сіздер қоссаңыздар да, немесе қоспасаңыздар да болады. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, менің каналыма қолдау білдіріп, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Салмасын осылай дайындап алғанша қамырда осындай көтеріліп, үлпілдек болып көтеріліп дайын болды. Енді осы қамырда өзіме ыңғайлы етіп, бірнеше бөліктерге бөліп аламын. Видеода көрсетілгендей оқтаудың көмегімен жұқа етіп, орташа қалыңдықта жайып алып, ортасына салмасын салып, түйіп шықтым. Әркім өзінің қалауы бойынша десе болады. Міндетті түрде осы рецеппен жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі бір жасағаннан сәтті шығады. Осылай барлығын түйіп болғаннан кейін 20 минутқа бетін жауып қалдырасыздар. Содан кейін барып мантаваркаға, яғни пісіретін ыдысыңызға салып пісіресіз. Сол кезде қамыр үлпілдек болып және де өзінің формасын ұстап тұрады. Еш уайымдамаңыздар, ортасы шек болып қалмайды, толық піседі. Тура осы мен айтқан әдіспен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан сәтті әрі өте дәмді болып шығады. Қараңыздар, осылай пигодилар пісті. Осылай әсемдік үшін осындай
морковь салатын үстіне қойып майонезбен әсемдеп шықтым. Сізде тура осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді әрі бір жасағаннан сәтті шығады. Сіздермен болған тәтті рецепттер жинағы. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.